Топырақ пен Хауа сериалының финалы. Жалпы бұл оқиға Каппадокияда өткен. Мұнда беделді бай хан оғлы әулеті тұрған. Ол да бас кейіпкер Юсуф хан оғлы шетелден елге оралып отбасылық бизнесті басқармақ болған. Оның анасы Хамид қатал әрі билік құмар әйел. Үй мен отбасының басты басқарушысы болған. Үйде Топырақ есімді жас келіншек те тұрады. Ол баласынан айырылып жесір қалған. Хамидтің қысымынан Топырақ Юсуфқа күйеуге шығады, бірақ бұл некеде махаббат жоқ, тек отбасының абыройын сақтау үшін жасалған. Арнама кіріп, Топырақ пен Хауа туралы сериал және олардың жеке өмірі туралы нақты ақпараттарды көрсеңіз болады. Видеолар бар. Ал енді әрі қарай кеттік. Финалына келсек. Кейін үйге жұмысшы ретінде Хауа есімді сұлу пысық қыз келеді. Ол кедейліктен шаршап, жақсы өмірді армандайды. Юсуфты көрген бойда оны өзіне қаратқысы келеді. Уақыт өте келе екеуінің арасында құпия махаббат басталады. Хауа айлакер болатын. Біреуге мейірімді болып көрінсе, біреуге жауыз. Ол Юсуфты ақыры түрлі қимыл әрекеттері арқылы ғашық етті. Бәріне дайын болды. Көп ұзамай Юсуф Топыраққа емес, Хауаға ғашық болады. Осыдан кейін түрлі трагедия басталады. Топырақ Хауа мен Юсуфтың арақатынасын біледі. Біразға дейін үнсіз қалады. Хауа барлығын алдап Юсуфқа үйленгісі келеді. Ақыры бәрі әшкере болады. Үй үшін жанжал жайлайды. Оны Хамид, яғни Юсуфтың анасы естіп ашуға булығады. Өйткені Топырақты мәжбүрлеп Юсуфқа көндірген осы Хамид болатын. Кейін Топырақ бұл ортадан кетіп, жаңа өмір бастайды. Ол басқа біреуге тұрмысқа шығады. Және бұл жерден мәңгілікке қош айтысады. Түрме мен өлім, яғни Хауа 15 жылға түрмеге түскен болатын бір әрекеті үшін. Бірақ бостандыққа шыққаннан кейін Юсуфпен қайтадан бірге жаңа өмір бастағысы келеді. Екеуі қашып кетіп, бәрін артта қалдырмақ болады екен. Хауаның не үшін түрмеге түскені әлі белгісіз, бірақ келесі бөлімде шығады. Кейіннен Юсуф екеуі бірге қашып бара жатқан кезде жол көлік апатына ұшырайды. Екеуі де сол жерде қаза табады екен. Басқа кейіпкерлердің тағдырына келсек, Хамид, яғни Юсуфтың анасы, отбасын темірдей тәртіппен басқарған ана рөлін сомдады. Соңында ол түрмеге түседі екен, кейіннен қайтыс болады. Ал Хамид деген кісі адал қызметкер болған, бірақ соңында өмірден өтеді. Мүнәуар мен Егетке келсек, көп қиындыққа қарамастан соңында үйленеді. Олардың махаббаты трагедиялық сериалдағы жалғыз жарық нүкте болады. Арасында Асlı Pamuk есімді актриса келеді. Ол Юсуфты жақсы көрген мұғалім қыз болатын. Юсуфтың оны ешқашан сүймейтінін түсініп, соңында сериалдан кетіп қалады. Бірақ оған Юсуф қарап тұрады. Осылайша сериалдың финалы осылай аяқталады. Сізге бұл сериал ұнады ма? Актриса немесе актер туралы ой-пікіріңізді комментарий бөліміне жазсаңыз болады. Келесіде қай сериал туралы ақпарат бөлім білгіңіз келеді жазсаңыз болады.